Саламатсызбы, балалар. Бүгінгі тақырыбымыз реттік санды үйрену. Яғни, реттік санды қолдану арқылы біз санауды, заттарды санауды және олардың реттік нөмірін анықтауды үйренеміз. Яғни, нешінші деген сұраққа жауап беру арқылы біз заттардың солдан оңға, оңнан солға және жоғарыдан төмен, төменден жоғары реттік сандарын анықтап үйренеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, мысалы 7. Мысалы, осы солдан оңға санаған кезде реттік сан арқылы санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Яғни, сол жақтан санаймыз. Стрелкада көрсетіп тұр. 1, 2 деп. Екінші мысал, ол оң жақтан санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стрелка оң жаққа көрсетіп тұр, яғни оң жақтан сол жаққа санаймыз. Тағы санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни, 3-шіні тап десе, 3-ші санды белгілейміз. Ал кеттік. Мысалы, адамдарды суретін салып, солардың реттік санын анықтаймыз. Сол жақтан оң жаққа, оң жақтан сол жаққа. Мына жерде сол жақта оң жақ санаймыз. Біріншісі Аман, екіншісі Заңғар, үшіншісі Ғалым, төртіншісі Мақсат, бесіншісі Гани. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Үшіншісі сонда үшіншісі Ғани болып саналады. Реттік сан бойынша. Сол жақтан оң жаққа саналғанда. Қолмен санап қараймыз. Бірінші, екінші деп. Тағы да бір мысал келтірсек. Оң жақтан сол жаққа санаймыз. Стрелка бойынша. Айжан, еңлік, Жанна, Олмекен болсын. Бірінші Айжан, екінші еңлік, үшінші Жанна, төртінші Олмекен реттік сан бойынша анықталады. Яғни оң жақтан сол жаққа санағанда Олмекен төртінші болып саналады. Енді төменнен жоғарғы есептейтін болсақ, бір үйді салсақ, этаждар бойынша, қабаттар бойынша, бірінші этаж, бірінші қабат, екінші қабат, үшінші қабат, төртінші қабат, бесінші қабат бойынша реттік сан арқылы анықталады. Яғни бірінші этажға дөңгелектер, екінші этажда үшбұрыштылар, үшінші этажда қосулар, төртінші этажға алулар, бесінші этажға төртбұрыштыны қоямыз. Төртбұрышты және стрелкасын саламыз. Төменнен жоғарыға қарай реттік сан. Яғни қай этажда қандай белгілер тұр. 5-ші этажда, бірінші этажда дөңгелек, екінші этажда үшбұрыш, үшінші этажда
плюс, 4-ші этажда минус таңбасы, 5-ші этажда 4 таңбасы. Енді 3-ші этажда қандай таңба деген сұраққа жауап беріп көріңіз, ойланамыз. Яғни 3-ші этажда қосу таңбалары белгіленеді. Белгілі таңбасын де анықтап қойдық. Осылай біз бүгінгі сабақта реттік санау, яғни нешінші деген сұрақты қолдану арқылы солдан оңға, оңнан солға, төменнен жоғары реттік санды анықтап үйрендік. Қош, сәлемет болыңдар.